Сәлем құрметті оқырмандар, ата-аналар. Бүгін біз өте маңызды тақырып тұтықпа туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Өйткені біз видеоның соңында тұтықпаға арналған жаттығуларды көрсететін боламыз. Тұтықпа дегеніміз не? Содан бастайық. Тұтықпа дегеніміз бұл сөйлеу аппараттарының тырысу салдарынан сөйлеудің, дыбыстың қандай да бір тембрінің, оның ырғағының бұзылуын айтамыз тұтықпа деп. Тұтықпа әдетте 2-3 жастан бастап көріне бастайды балаларда. Тұтықпаның бірнеше себеп бар. Соның біріншісі ол невротикалық дейді. Бұл жүре пайда болған тұтықпа. Яғни балаға қандай да бір қорқыныш болған жағдайда, сырттан қандай да бір әсер етуші фактор болған жағдайда балада тұтықпа пайда болуы мүмкін. Мысалы, біз ойлаймыз, балалар енді ол 1-2 бала бар, мысалы. Оның бәрі қорқады. Бала болғаны мен де қорқтым, сіз де қорқтыңыз, мысалы, Біз неге тұтығып қалмаймыз, неге бұл бала тұтығып қалды деген сұрақ келеді миыңызға. Енді себебі, бұл балада психологиялық жағынан әлсіз бала. Өйткені бала үйдің үлкені болуы мүмкін, не балаға көп ұрсу болуы мүмкін. Балада, отбасында қандай да бір психологиялық жағынан қысым болуы мүмкін. Ата-ана арасында қарым-қатынас, осының бәрі балаға әсер етеді. Яғни бұл бала психологиялық жағынан өте әлсіз эмоционалды балалар. Бұлар тез жылайды, тез эмоцияға беріледі, тез қуанады, тез ашуланады деген сияқты. Осындай балалар тез тұтығып кетуі мүмкін. Қандай да бір қорқыныш болған жағдайда, қандай да бір фактор әсер еткен кезде. Екінші себебі, балаларда бұл патологиялық дейді. Арғы атасында немесе бір алыс туысқанда осындай тұтықпа бар болса, бұл балаға тұқым қуалау арқылы беріліп, балада 2-3 жасында көрініс беруі мүмкін. Үшінші себеп, бұл психологиялық дейді. Бұл дегеніміз баланың жас ерекшелігіне байланысты баланың миына өте көп нагрузка жасаған жағдайда. Мысалы, бала әлі кішкентай, бірақ баланы көптеген ата-анасы көп қосымшаларға беріп тастаған, көп кружоктарға беріп тастаған, балаға психологиялық жағынан, моральный, физиологиялық, физикалық тұрғысынан жағынан, барлық жағынан баланы шаршатып тастаған. Осындай балаларда тұтығу болуы мүмкін. Сондықтан баланы кружокқа бірден беретін кезде баланың жас ерекшелігін ескеру керек. Енді тұтықпа кезінде бұл алғаш балада қалай көрінеді десек, баланың көзін жыпылықтатуы, ойын анық жеткізе алмауы, баланың көп жылауы, баланың дұрыс ұйықтамауы сияқты алғашқы көріністермен көрінеді. Енді өте маңызды бұл қандай жаттығу? Соны айтайық тұтықпа кезінде. Ең бірінші, бұда бірнеше әдістер бар әрине тұтықпаның, бірақ сіз балаға бәрін қолдануға болмайды. Бірнеше әдістің бәрін қолдануға. Өйткені ол балаға ешқандай көмегін тигізбеуі мүмкін. Сондықтан сіз нақты бір әдіс таңдап алыңыз және сол әдіспен 1-2-3 ай кәдімгідей баламен жұмыс жасау керек. Сол кезде ғана балада бұл нәтиже береді. Ең бірінші әдіс бұл режим ұстау әдісі, яғни балада нақты режимге қоямыз баланы. Уақытымен ұйықтайды, уақытымен тұрады, уақытымен бала мүмкін болса бассейнге барады. Осы режимін қатаң түрде ұстау керек және бала ең маңызды 10 күн бойы үнсіз жүру керек. Үнсіз болғанда қалай сөйлейсіз, ол қалай үнсіз жүреді деп. Күніне бір рет 15 минуттан 40 минутқа дейін бала сөйлемеу керек. Бізде тұтықпа, бұл сөйлеу аппараттарының тырысуынан пайда болады ғой. Сол үшін бала 15 минуттан 40 минутқа дейін егер сөйлемесе, үнсіздік болса, бұл аппараттардың ақырындап тырысуын босатады, жібереді былай айтқанда. Баланың ұйықтаған уақыты, немесе телевизор көрген уақыт бұған есептелмейді. Бала қандай да бір затқа айналып жатқанда, мысалы ойнап жатқанда, тамақ барысында, сондай кезде балада үнсіздік сақталу керек. 15 минуттан 40 минутқа дейін. Күніне бір рет осылай 10 күн жасаймыз, сосын 5 күн демалыс, 5 күн әдеттегідей бола береді. Қайтадан 10 күн осындай режимге қоямыз, сосын бұмен кәдімгідей баламен 1-2 айда жұмыс істеу керек осылай. Немесе, жоқ, оған қиын, бала болғанда сөйлемеу қиын ғой, қиын десе, онда сыбырлауға көшеміз. Яғни сыбырлап сөйлесеміз баламен. Қалың қалай,
деген сияқты ақырындап ата-анасы, қоршаған ортасы бұл кезде балаға көмектесу керек. Яғни баламен бірге сыбырласып сөйлесу керек. Осылай сыбырлау арқылы 10 күн баламен сыбырлап сөйлесеміз, сосын 5 күндей демаламыз, сосын қайтадан 10 күн осындай сыбырлау режиміне көшеміз. 15 минуттан 40 минутқа дейін. Егер осы режимді сақтасақ, бұл балаға өте жақсы көмек етеді. Екінші жаттығу бұл дауысты дыбыстарды қою арқылы дыбыстың тембрін, оның күшін, оның екпінін қадағалау. Мысалы, дауысты дыбыстар а, о сияқты дыбыстарды аламыз. Монотонды түрде баланың демі біткенше сол дыбыстарды қоямыз. Мысалы, а деп айт, о деп айт деген сияқты. Осылай дыбыстарды монотонды түрде айтқызу арқылы бізде сөйлеу аппараттарындағы тырысуларды босатамыз. Бұл екінші жаттығу. Және де тағы бір кеңес, ұйықтар алдында балаға мүмкін болса тәтті бермеуге тырысу керек. Бұл баланың екінші күні оның гиперактивні түрде оянуына әсер етеді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Комментарий қалдырып, сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер.